Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында әрі тез, әрі дәмді етіп жасалынатын жеңіл салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Видео соңына дейін көріп жасап көріңіздер, сөзсіз дәмді шығады. Салатқа керек заттар: 2 сәбіз, картоп және қияр, 2 жұмыртқа піскен және де шұжық қажет болады. Аз ғана қолданамын, көп қолдансаңыздар болады. Және жүгері, майонез және дәміне қарай тұз қосамыз. Ал кеттік, бисмилля деп бастайық. Ең алдымен піскен картопты дәл видеодағыдай 4 бұрыш қып ұсақтап турап аламыз. Картопымызды терең таза ыдысымызға салып, келесі піскен сәбізімізді көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз. Туралған картоптың үстіне сәбізімізді саламыз. Одан кейін қиярымызды алып ұсақтап турап аламыз. Менің каналымда тағы да салаттардың рецептері бар. Описанияға қалдырып кетемін. Кіріп көріп, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Келесі піскен жұмыртқамызды ұсақтап турап алатын боламыз, дәл видеодағыдай. Жұмыртқамызды салып, шұжықты алдын ала турап алдым. Жұмыртқадан кейін қосатын боламыз. Жүгеріден 3 ас қасық мөлшермен саламыз. Дәміне қарай тұз қосып, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. 5 минутта дайындалатын өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт ұнаса дайындасаңыздар, комментарийға жазып, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.